Нұрайға Нұрай өзі кухня саласынан енді бір керемет істейді. Выпечкалары, тамақтар болсын керемет жақсы істейді. Сол кезде мен Нұрайдан сұрайтын бір фирменный творожный пирог бар тұғын. Нұрай бүгін творожный пирог істесең күшті болатын еді дегенім. Все хорошо деген. Сөйтіп үйге келсек, енді біз бұл ситуациядан үйге келсек, духовка ашық тұр, қосылып тұр. Разделитель тесто тұр. Жаңағыдегідей творог тұр, дайын тұр, тек ұн ғана жоқ. Ұнды былай ашып қарадым, былай қарадым, жоқ. Яғни не болған? Тамақ жартылай дайын тұр. Газын өшірген, тамақ жартылай дайын тұр. Түнгі сағат 1-2-лерде келсем, творогқа кейін. Сөйтіп, сол ұн алу үшін жанында бізде Громат бар, супермаркет. Нұрай ешқашанда бұлмен кездеспейді, мен сізге айтайын. Даттау ондай ақымақ адам емес ол. Бұл Нұрай бұның артынан жүгірді деп мен сізге айтайын, бұның барлығы таза бір өтіріктің шыңы деп айта аламын. Сол оны алуға Громатқа шықпақшы болған. Нұрай кірмей атып, алдынан күтіп алған бұл. Күтіп алып, Нұрай сөйтіп қайтпақшы болып, үйге қарай жаңағы видеокамерадан көрсеңіз, өзіңіз көрдіңіз, ары қарай қайтпақшы болған. Сол кезде жаңағы бізде куәгер бар, егер де керек десеңіз, тоже шақырып бере аламыз. Сол жолда кетіп жатқан кезде естіп қалған Нұрайдың сөздерін. Ұстама мені деген, анау қолынан көрдіңіз, видеоларды ұстап тұрған. Бізде ол куәгер бар, егер де керек десеңіз шақырып бере аламыз. Содан кейін ары қарай сол қайғылы жағдай болды. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын, мен ондай құбыжықтың тірлігі емес анау. Денесінде бір сау нәрсе жоқ. Пышақтың андай нелері курткасын тесіп өткенін айтамын да, курткасы сол кезде новый тұғын. До того мықты да пышақ. Мойнын айтпақ қойын, мойны тескен. Бетінде әлпеті жоқ. Қазір енді интернетте сурет тарап отырған Нұрайдың қандай екен. Ол түрдің ешқандай қатысы жоқ ана түрге. Несіге айтайын, ойылып кеткен, как будто бауыздап біреуді пышақ сұғып, ойыншық сияқты тыққан ана жерге. Түрінен тұр қалмаған.